Құрметті достар, бұл видео сабақта мен сіздерге демо шотпен жұмыс жасауды көрсететін боламын. Егер де сіз бұл салаға жаңадан келген болсаңыз, тіпті сіздің тәжірибеңіз болса да, біздің сигналдарды енді алып отырған болсаңыз, онда сізге міндетті түрде демо шотпен жұмыс жасау үйрену керек. Яғни бірден бұл салаға келіп, өзіңіздің шын ақшаңызбен емес, бірінші биржаның ішіндегі демо шот деген нәрсе бар. Яғни кәдімгі ақша сияқты бүкіл нарық бірдей жұмыс жасайды, бірақ сізге биржа былайша айтқан кезде өтірік ақша береді, USDT береді. Соны сіз пайдаланып сигналдарға кіруді үйренесіз. Бірінші қол үйрету керексіз. Кемінде 3-4 күн, бір апта бойы сіз демо шотпен жұмыс жасау керексіз. Бұл өте маңызды және ең бірінші жасау керек ереже. Өйткені бұл трейдинг саласында сізде риск бар екенін білесіздер. Бұл сигнал канал, сигнал беріледі, бірақ сигналға дұрыс кірудің өзінің жолдары бар. Дұрыс кіруді де үйрену қажетсіз. Және де бұл салада рынок үнемі өзгеріп отыратын болғандықтан, жалпы нарықты түсіну үшін, трейдинг не екенін білу үшін, ең бірінші әрине сіздер демо шотпен жұмыс жасау керексіздер. Келе салып бірден ақша көтеремін, сигналды қайталаймын, табысқа жетемін деген дұрыс емес. Міндетті түрде сіздер демо шотпен жұмыс жасау үйрену керексіздер. Қазір мен сіздерге демо шотты қалай ашу керектігін көрсетемін. Мысалы, сіздің мынау биржаңыз, сіздің кәдімгі Bybit деген биржа, сол жақта сізде адамның несі тұр, кружок тұр, соны басасыз. Осын басқаннан кейін мына жерде демо трейдинг деп тұр, соны басасыз. Бұл биржаның берген өте керемет инструменті. Бұл былайша айтқан кезде бір зал сияқты, тренажерный, сіз бір жарысқа барайын деп жатырсыз, бірақ оған сіз дайындалу керексіз. Ал дайындалу үшін биржаның ішінде осындай демо трейдинг деген нәрсе бар. Нарықты көресіз, түсінесіз, сигналдың қалай жұмыс жасайтындығын көресіз, рисктарды түсінесіз, көресіз. Осы демо шоттың арқасында. Міне, менің демо шотымда қазір $12,940 тұр. Бұл шынайы ақша сияқты, нарық бәрі бірдей, реальный кәдімгі биржа, біз жасап жатқан саудамыз барлығы рынок бірдей, бірақ сол жерде біз тек қана демо шотпен ғана жұмыс жасаймыз. Бұл өзіміздің ақшамыз емес, биржаның беретін ақшасы. Міне, сізде кірген кезде өте көп сумма тұрады, $150,000 тұрады. Оны $150,000-дың барлығы сізге қажет емес. Сіз давайте шынайы болыңыз, сізге бір $10,000-мен басасаңыз болады, немесе $1,000-мен, немесе $100,000-мен да маңызды емес. Давайте $10,000 деп айтайық. Мысалы, міне менде USDT тұр барлығы. Енді бұл USDT-ді бірінші не істеймін? Бірінші настройка демо средства деп тұр, увеличить, уменьшить деп тұр, яғни азайту немесе көбейту деп тұр. Егер сізге қажет болатын болса, мына жерде USDT мысалы $1 мен $100,000 арасы деп тұр. Мысалы, ақшаңыздың бәрін жоқ қылып жібердіңіз, сізге тағы $5,000 керек болатын болса, $5,000 подтверждение жасайсыз. Менің $17,943 болып кетті. Басында сізде $150,000 болып тұрады. Сонда біз не істейміз? Бірінші кіреміз, өйткені түсініксіз болып кетуі мүмкін. Сізде настройка кіреміз, уменьшить деген басасыз. Сізде биткоинда болады, USDT барлығы болады. Сіз биткоинді 0-ге жібересіз. Уменьшить, сізде қанша биткоин тұр? 1 биткоин деп тұрады. Соны примерно 1 биткоинді сіз басасыз да, жерге 1 дейсіз да, уменьшить деп азайтып тастайсыз. Эфирум беріледі сізге тағы бір примерно қанша количествоны қарайсыз, сол количествоны жазасыз да, уменьшить дейсіз. USDT-ді сөйтіп жіберіп тастайсыз. Сөйтіп USDT тұрады сізде. USDT-ді сіз азайтасыз. Мысалы, көрсетейін сіздерге $10,000-мен жұмыс жасау үшін. Менде 17,933 тұр екен. 7,937 дегенді азайтып тастаймыз. Менде ровно $10,000 қалды. Ақшаңыз таусылып қалатын болса, настройка демо шотқа кіресіз, увеличить деп өзіңіз қажетті ақшаны аласыз. Сөйтесіз. Одан кейін осылай сізде USDT бар. Осы USDT-мен сауда жасай берсеңіз болады. Торговать деген кнопканы басасыз. Осы жерде қажет монета барлығы тұрады. Спотпен жасасаңыздар болады. Фьючерс жоғары жақта нарық таңдайсыз. Осы жерден сделкаларды демо шотпен жасайсыздар. Міндетті түрде сіздер демо шотпен жұмыс жасап үйрену қажетсіздер. Біздің берген сигналдарды қолданып, демо шотпен сделка ашыңыздар, көріңіздер, қанша плюс болып отыр, қанша минус болып отыр, қараңыздар, сөйтіп қолыңызды үйретіп алыңыз. Одан кейін барып сіз өзіңіз тренировка жасап біткеннен кейін, қолыңыз үйренгеннен кейін, ары қарай кәдімгі өзіңіздің шотыңызға барасыз. Оны олай бару үшін, жоғары жақта тұрады, демо трейдинг, торговля с реальным времени дейді. Үстінен басамыз. Все, өзіңіз шотыңызға қайтадан келдіңіз. Осы жерден ары қарай жұмысыңызды жалғастыра бересіз. Келесі видеоурокта осы демо шотпен сделка ашып жабуды көрсетеміз.